Қайырлы күн достар. Бүгін менің каналыма арнайы сұхбат үшін Лаура Вайгөрні келіп отыр. Лаура Вайгөрні, қош келдіңіз. Рахмет. Өзіңізді жалпы таныстырып өтсеңіз. Әрине, есімім Лаура. Мен STP, яғни Smart Square деген стартабының негізін қалаушысымын. Осыдан бұрын Назарбаев университетте оқыдым. Сондай-ақ Сингапурда және ақш-та exchange семестрлерде оқыдым. Қазір стартапер ретінде жұмыс жасаймын, предприниматель ретінде, кәсіпкер ретінде. Тағы да не айтайын? 6 тілді білемін. Қандай тілдерді білесіз? Испан тілі, ағылшын тілі, француз, итальян және кішкене түркше. Түркше? Мықты. Түркше бір-екі сөз айта аласыз ба? Мераба, кардешлер. Жақсы. Жалпы өзіңіздің компанияңыз туралы бір-екі сөз айтып өтсеңіз. Компанияңыз жалпы немен айналысады, сіздің компанияңыз? Сіз жалпы сонда басшысыз ба, или как вы разработчик, да? Жоқ, разработчик емеспін. Мен CEO, Chief Executive Officer, яғни директор, генеральный директор, стартабымыз STP, Smartest Prep, ағылшыннан ең ақылды дайындық деп аударылады. Сондықтан біз студенттерге шетелге түсуге жол ашамыз, көмектесеміз. Біз арқылы олар университетті программаны, яғни мейджор специальностьті таңдай алады, және де халықаралық емтихандарға дайындала алады. Эссе жазу, мотивациялық эссе жазу, интервьюге дайындық, бәрі, осының барлығы біздің платформамызда бар. Жақсы. Мен дейтін жалпы осы жақын арада сіздің курсыңызды естідім, стартап English курсын. Жалпы бұл курс кімдерге арналған, және де оған өтудің басты шарты қандай? Окей, өте жақсы сұрақ. Бұл курс әрине стартаперлерге арналған, бизнесте жұмыс істеген адамдарға арналған. Егер сіз Кремниевая долинаға барғыңыз келсе, немесе стартап осы сферада жұмыс жасағыңыз келсе, осы курс сізге сіз үшін өте пайдалы болады. Курстың ішінде неше түрлі стартап туралы неше түрлі топиктар бар. Мысалы, инвестицияны қалай тартау керек, питчинг қалай жасау керек, және материалдарымыз real лайфтан, яғни тәжірибемізден алынған материалдар. Менің ойымша өте қызықты, яғни пайдалы курс. Өтеңіз болады. Ал пререквизит, яғни требование, ол B1 intermediate level of English болу керек сізде. Жалпы курстың мерзімі қанша уақыт, және де курс офлайн түрде болады ма? Міндетті түрде. Курс офлайн міндетті түрде болады. Лекциялар бар, олар біздің платформамызда болады. Видео сабақтар және квиз, тесттер, оның барлығы платформада болады. Ал офлайн воркшоп болады, яғни практикалық сабақтар. Осы практикалық сабақтарда сіздер имитация жасайсыңдар. Мысалы, pitch сияқты, demo day сияқты активитистер болады. Курстың мерзімі 1,5 ай. 1,5 ай? Курсты бітіргесін жалпы сертификат беріле ме? Әрине беріледі. STP және Астана Хабтың сертификатын ала аласыз. Және де ол сертификаттың ары қарай пайдасы және көмегі тиер ме екен? Әрине тиеді деп ойлаймын. Егер мысалы Silkway деген сияқты акселераторларға барғыңыз келсе, әрине ол өте үлкен көмек береді. Себебі осындай акселераторларда әрдайым пререквизит бар. Ағылшын деңгейі қандай, биту болса, уже сіздер өте аласыздар. Жақсы. Және де тағы бір сұрақ, бұл курстан тыс, және де мен байқағаным, сізді Инстаграмда TikTok апай деп атайды, және де бұл TikTok апайды сізді не үшін атады, сол туралы айтып өтсеңіз. Білмеймін не үшін, бірақ өткен жылы мен TikTokта өте көп видео салдым, осындай білім беру саласында енді. Шетелге қалай түсуге болады, қалай грант ұта аласың, және балалар есімімді ұмытып, TikTok апай, бізге өте үлкен
көмек берді деген сияқты комментарийларды жазды. Мен соны байқадым. TikTok апай, о, прикольно деп ойлап профиліме қойдым. Енді балалардың бәрі мені TikTok апай деп атайды. Және де жалпы осы IT бағытында жалпы қазір AI шығып жатыр, жасанды интеллект, чат GPT. Жалпы сіздің ойыңызша егер басқа мамандықта жүрген адамдар IT-ге ауысам десе, ең басты шарт қандай? Ең басты шарт бұл программирование білу керек пе? Либо оның қажеті жоқ па? Тек ағылшын тілін білу ғана, ағылшын тілін біле отырып IT-ге өте алады ма? Әрине өте алады, себебі IT саласында тек қана разработчиктер емес, project manager, product manager, мысалы IT саласындағы копирайтер, немесе social media менеджер, маркетинг менеджер деген сияқты профессиялар өте көп. Сондықтан сізге әрине қандай критерийлер керек? Ағылшын тілі ол ең біріншісі, екіншісі ол мақсатыңыз қандай? Егер Google-да жұмыс жасағым келеді десеңіз, онда әрине разработчик ретінде программированиені қалай айтсам болады, язык программирования. Соны меңгеру керек боласыз. Және де соңғы сұрақ, менің оқырмандарыма бір-екі ауыз мотивационный сөз айтып жүрсеңіз, және де өзіңіздің тілеңізді айтып жүрсеңіз, мен оқырмандарыма тілегіңізді. Мотивационный сөз, нені айтсам болады? Қорықпаңыз, ешқашан қорықпаңыз, өйткені жаңа бір затты бастаған кезде әрдайым осы қорқыныш деген сезім болып тұрады. Ешқашан қорықпаңыз, және де қалай айтсам болады қазақша? There is no limit. There is no limit? There is no limit. Yeah. Amazing. Сіз аударсаңыз болады. There is really no limit. You can do anything. Жақсы, рахмет, Лаура Байгуровна, сізге сұхбатыңызға көп рахмет. Сізді көргеніме өте қатты қуаныштымын. Және де менің каналыма, Креатив бала каналына сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Сіздің рахмет, мен үшін кішігірім челлендж болды қазақша сұхбат. Бүгін челлендж. Лаура Байгуровна алғаш рет қазақ тілінде сұхбат беріп жатыр. Сол үшін мен өте қатты қуаныштымын. Сізге, жалпы сіздің проекттеріңізге, жобаларыңызға сәттілік тілеймін. Жобаларыңыз тек алға баса берсін, жүре берсін. Ендеше, онда бүгінгі сұхбатымыз аяқталды. Барлықтарыңызға рахмет, сау болыңыздар.